Қайырлы таң. О, қызым, қайырлы таң. Қалай демалдың? Жақсы. Өткен айдың отчеттары тапсырдың ба? Налогтар төленді ғой, Иә, бәрі реттеп қойдым ғой. Не ғой? Баян Жомарт қызы аварияға түсіп қапты. Қандай Баян? Томиристің сынып жетекшісі. Ой, аман болсын. Енді кішкене қаржылай көмектесіп, қолдау жасамаймыз ба? Айналайын-ау, сен ақша қай жобаға кетіп отқанын білесің ғой? Туысқандары бар шығар. Айтпақшы, бай заводчтардың бар емес пе? Неге олар көмектеспейді? Ой, пап. Қызым, тұра тұршы қызым, отыр. Саған күшті сыйлығымыз бар. Осы сыныпты сен жақсы бітірдің. Сол үшін осы сыйлығым саған. Күндерің сәтті өтсін. Енді әр адамның өмірге деген көзқарасы әртүрлі. Ешкімге ренжи алмайсың. 9-шы А сыныбының ата-аналары үшін бірінші орында олардың жұмыстары, содан кейін балаларының білімі. Сен әлі киініп атсың, 10 минут болу киініп атқан. Енді 10 минут емес, 10 минут киініп атырын ғой, нетесіз? Біздің кезімізде 3 минутте киінетіндік. Сен жүрсің әлі. Енді за 3 минуты что можно успеть вообще? О көзде тәртіп болды бізде. Ертең киетін киімімізді бүгін дайындап қоятын дек. Сен сияқты киімімізді жүрмейміз ертесінде. Сегізінші класс болып, соны білмейсің. Вообще-то мен 9-шы сыныпта оқимын, пап. Маған бәрібір нешінші класс оқысаң да секілді дұрыс емес бәрібір. Жарайды, пап, ұрса бермеңдерші, қойшы. Не ғой, Не, тез айтсайшы. сыныпта бір қыз ұнайды маған. Соны қалай қаратып алсам болады? Сен соны білмейсің бе? Жүр базаға үйретемін. Кухняға жүр деймін саған, шагом марш. Ана Томирисқа ма, бауырға ма звондасыңдаршы, қайда жүр екен? Аға, есікті аша беріңіз. Олар келе жатыр уже. Мынау не деген махаббат? Ромео и Джульетта, почти сюда. Бонни и Клайд. Қайда? Что там, Ромео? Жандос, тәуіп нәрсе айтсың, таяқ жейсің, понял? Так, балдар, отырдыңдар ма? Түгелсіңдер ма бәрің? Все, қазір 7 минутта апарам, ремендерің тағы білетін дұғаларыңды айтып отырыңдар. Let's go! Сізге көп рахмет. Біз осы мектепке келген кезде сіз қалай бізге көмек көрсеттіңіз? Сіз менің анамдай болып кеттіңіз ғой маған. Шынымды айтайын. Бәрін үйреттіңіз ғой. Саламатсыздар ма? Қош келдің. Рахмет, күлуге болам екен. Саламатсыздар. Біздің мектепке қош келдің. Рахмет. Мектебіміз жақсы. Мынау 9А сыныбының толықтай балалардың мәліметтері. Негізі былай сынып жақсы. Білесіз бе неге жақсы? Себебі білімге жақсы шығар. Жоқ. Байдың балалары оқиды онда. Жақсы, Ал, ендеше қош келдіңіз біздің мектепке. Өзіңізді жақсы жақтарыңыздан көрсетіп жатсаңыз, 0,5 ставкадан толық ставкаға өткізермін. Рахмет. Ниетіңізге рахмет. Сенімізді ақтаймын деп ойлаймын да. Рахмет сізге. Рахмет, карман не положишь. Шучу, конечно. Бір айтатыным бар. Профсоюзге уақытылы ақшаны өткізіп отырасыз ғой? Айтам от түсіндірем ғой бәрін. Қалай екен? Қойшы сен. Коллектив, ал, қош келдің. Есімім Марс, танысып Тілек болады есім. Тамаша, қош келдің. 2 аптаға тек уақытша келем ғой негізі. Жоғарыдан ағаларына звонок күтіп отырмын. Сен де звонок күтіп отырсың ба жоғарыдан? Иә, не болды? Біздегі мына мектепте істейтін охранниктардың барлығы звонок күтіп отыр. Менікі точно звондайды енді. Звондай ма? Енді оны өзің енді қарайсың енді. Звондай ма, звондамай ма, мүмкін осы жерде ұлағат ұстаз боласың ба болашақта? Иә. Қазір аспандар қазір дәл алдына барып тоқтаймын.
Мен деген водительдер қауымдастығы министр болған ғой, мен қазір дәл алдына барып тоқтаймын, бәрің спокойно түсіп кетесіңдер, зато мектепке тез барасыңдар. Так, балдар келдік, түсе беріңдер болды. Лариса ағай, дәл алдына апарам дедіңіз ғой. Ой, дәл алдында знак тұр ғой, қойға болмайды деген, тез түссеңдер, енді бұл сабақтарынан қаласыңдар. Бұл. Давай, сау болыңыздар. Ғайза, Не болды? көмек керек сияқты ғой сізге. Жоқ, нормально, өзім шешем, мен деген шаруа шешу қауымдастығының министрі болғам. Ну, енді заң бойынша сіздікі дұрыс емес. Тем более, анау бала жас. Утро все злые. Анау опять қымбат шығар. Папасы, мамасы алып берген, по-любому. Если и мамасы, папасы алып берген болса, значит, влиятельный олар, состоятельный. Короче, шеше алмайсыз ау деймін ана. Бауыр, давай поспорим. Шешем. Давай. Сырласасың ба? Так, осыдан кім ұтылады, сол ұтқан адамның айтқанын істейді. Келістік па? Сәттілік онда. Все. Так, соберись, сходись. Ассалаумағалейкум. Айтпақшы, Томи, енді біздің сынып жетекшіміз кім болады екен? Білең, завучтың өзі бола ма не? Басқа мұғалімдердің бәрінде сынып бар ғой уже. Қой, Құдай сақтасын, завуч болмай қойсын. Қыздар, ұлдар, бізге ақылдасу керек. Біздің Баян апайымыздың жағдайын қандай екен көріп тұрсыңдар ғой. Сол үшін бізге бір нәрсе жасау керек. Саламатсыздар ма, оқушылар? Отырыңдар. Ең соңғы жағдайға байланысты сендердің класс жетекшілерің ауысты. Таныс болыңыздар, Тілек Қабдолов. Бүгіннен бастап сендердің класс жетекшілерің. Тіл табысып, ары қарай жақсы жұмыс істеп кетеді деген ойдамын. Ал Тілек, сәттілік. Рахмет. Удачи. Рахмет, сау болыңыз. Так, мен есім бар айтқандай Тілек Қабдолов болады, оқушылар. Так, алдағы уақытта мен сіздерге емтиханға көмектесем. Дос болам. Сырласам. Так, понятно, в общем. Так, былай. Давай таныс болайық. Каждыймен танысайын. Так, сен есімің кім? Бэтмен. Бэтмен? Бұл класстағы прикольчик бала самой, да? Ну ладно, алдағы уақытта танысамыз қазір. А сен есімің кім болады? Человек-паукпын. Кім? Человек-паукпын. Человек-паук. Бір класста Человек-паук, Бэтмен барлығы, да? Класс, в общем, одни прикольчики, да? Так, түсінікті болды. В общем, былай, оқушылар, мен сендермен жүрмеймін, былай, ау-мау, мінездерімді көтеріліп ғой. Маған мейлі сендер экзамен қалай тапсырасыңдар, мен өзім жұмысым істеуге келдім. Так, что дос болайық? Мен не үшін айтып отырмын сендерге? Кім? Сен есімің кім еді? Человек-паук. Человек-тауық болсын да, кеш, тақтан түсіп жерге. Тұр! Отырған жерге. Бұл! Тамилис, не болып кетті? Что ты кипишь? Баян апайдың операциясына ақша жинау керек. Не үшін? Да, по идее, с кассетом согласен. Нас это вообще как касается? Ну, пойми, ол біздің екінші анамыз. Туысқандар ақша таба алмай қалса ше, біз не істейміз? В натуре, Тамилис дұрыс айтады. Апайға көмектесу керек. Кімде қандай идея бар ақша табуға? Может, кафелерде официант болып жұмыс істейміз? Біздің натурымызбен алмайды. Достар, менде бір жақсы идея бар болып тұр. Если келіссеңдер, менің ата-анамның кафесін ала тұрсақ, как раз бір жағынан ата-анама көмектесеміз, бір жағынан ақша жинаймыз, қалған ақшаның бәрін өзімізге аламыз. Жақсы идея. Дана айтқан кафе маркетинг жүргізіп ақша табуға болады. Зато табылған ақшаны Баян апайға береміз. Жоқ, слишком долго, бізде уақыт жоқ, тездету керек, дұрыс қой, Тамирис? Одан да қысқасы, былай істейік. Папа, мама сыйлаған подароктарды қымбат, соны сатып жүрейік. Менде, допустим, үйде PlayStation жатыр. Блин, жоқ. Мен келіспеймін, ренжімеңдерші. Маған рұқсат біліп қойсам.
Да-да-да, и с Мэрзи тоже узнает. Маған да қана достар. Мен де келіспеймін. Менікілер вообще мені сосын үйден шығармайды ғой. Бәрі нормально болады, не паникуйте. Бәрін технично істейміз, ради Баян апай. На кону жизнь человека, қалай ұқпайсыңдар. Давайте, Руся, у тебя как раз велосипед есть, соны сатып жүрейік. Қоясың ба? Может, еще заодно дом продать? Ты все равно кататься не умеешь. Жарайды, мен PlayStation сатам, бір нәрсе сатайық. Келісесіңдер ма? Иә, болады. Все нормально ма? Онда сабақтан кейін кездесеміз. Давайте. О, ағай, бұл не үшін? Бұл не үшін болғанда таныстық үшін. Отырыңдар, жайғасыңдар. Бана с утра что-то настроение не то болды ма, мен өзім кішкене қатты айқалып қойдым ба, ұялып тұрмын кішкене, сол үшін ғой. Так. Стоп, асықпа, Томирис. Мен бірінші айтайын сендерге. Мен бұл суши пиццаны не үшін алып келдім? Не деген дәм ол. Так, мен сұрақ қоям. Логикалық. Кім дұрыс жауап береді? Сол жейді. Кесік па? Давайте. Бірінші сұрақ. Ойбай, мен дәмнай. Жер тегіс пе әлде домалақ па? Тегіс. Тегіс, молодец. Қасиет, молодец. Ағай, тоқтаңыз. Қалай сонда тегіс, ана глобус неғып тұр ондай болса? Так, отбой. Енді домалақ болғанда, енді ученыйлар кішкене таба алмайды логикасын. Либо домалақ, либо тегіс. Домалақ болсын ба? Иә. Все, болды. Ағай, сіз қызықсыз. Қызық, ештеме жоқ. Просто мынаның жарнамасын түсіріп та бізде тиктокер кімеді айтпақшы. Не болды соншама? Досым, не болды бүгін? Қиялданып кеттің кәдімгідей. Баян Жомарт қызына көмесен деп. Әшейін сен шақтырмайды дені ойла. Бұл Томирис үшін ғой бәрі. Бұл шанс менде. Түсімен, не шанс ол? Не шанс деген несі? Короче, апайға көмектесем деп, Томиристі өзіме қаратып алам. Бәзе, Томиристің ақ деген ақ, қара деген қара деп жүрсі ғой что-то. Бәзе? Че там не деп ойлайсың? Сынып тұрмамадың уже? Ай. Иә, байқаладым. Қарау да бөлек. Махаббат көзбен қарап жүр кәдімгідей. Ғашық болып қалған сияқты. Блин, Томириске қандай жігіттер ұнайды екен? Родной, сен маған роднойсың ғой? Иә. Короче, қандай жігіттер ұнайды біліп берші соны. Только мен сұрады деп айтпай жай ма? Давай, смело. Жоқ, енді бауырымен бірден еткізіп сөйлесіп келсек еді байқамай қалдық қой. Жоқ, сен маған жаңа мопед алып бересің. Жаңа мопед не үшін велосипедке ақша тауып жүргенде сен қызықсың ба? Давай, кір. Сен уақыт алып тұрсың. Жоқ, енді уақыт алып тұрғанда бауырым, уақыт емші деген ғой, емделіп кетерсің, мужчина. Короче, Ғайзаға көмек керек сияқты қойсың. Нормально, бауыр, бара берші бәрі, нормально, шешем қа өзім. Ана мопедке дым болмаған ғой. Тем более шлемсіз жүрсіз. Ана жер бензин ағып жатыр. Короче, ГАИ келсе, өзіне штраф аласыз. ГАИ келсе штраф аласың? Онда жігіттер қалас онда. Кете берек. Давай, авайлап жүре. Давай, кірсіңдерші. Чуть болғанда өзім шешуге қалдым, көрдің бе? Болды, отылдыңыз ғой. Спорластық қой. Енді менің бір условияны істейсіз. Все, давай, условия демеңдерші, бұл да кеттік тұр. Все, давай, брачка, авайлап жүре. Заходим. Сезім аралас көңілді бүгінгі вайб. Бәрі тамаша, алаңдама бәрі ойдағыдай. Бәрі
бір кеште осындай ақша шығады деп ойламаппын мен. Осының бәрі бауырдың арқасында. Рахмет саған, бауыр. Блин, я только вчера ноутбук взял, сегодня уже продал. Жалғыз сен емес досым, біз де саттық па? Бұл бәрі Баян Жомарт қызы үшін. Рахмет сендерге. Мен де келесіде сендермен боламын. Ештеңе етпес, бәріміздің еңбегіміз ғой бұл. Айтпақшы, Томи, мына іске мүлдем қатысы жоқ, сұрақ қойыншы. Саған қандай жігіттен ұнайды? Баға, аманшылық па? Ну, қыздарға әкесіне ұқсайтын жігіттер ұнайды. Мен де сол. Соны айтамын бақа. Сен де орынсыз сұрақ қоя бермей. Бұл ақша бізге әләс, бізге новый еще план керек. Что, не істейміз ертең?